Саламатсыз ба, құрметті әріптестер? Мен Утегенова Галия Абдановна, өндіріс шеберімін. Бүгінгі онлайн сабағымның тақырыбы үгілмелі ашытқы қамырынан дайындалған балық бәліш. Оған қажетті заттар тізімі: сүт, су, ашытқы, жұмыртқа, шекер, тұз, ұн. Бүгін бізбен бірге екі студентіміз қатысады. 11-20 группаның студенттері Хамза Гулизар и Ирискулова Камила. Онлайн сабағымды бастаймыз. Бірінші, біз қамырды қойып қоямыз. Мына жерде қажетті заттар тізімінің ішінде сүт, су, ашытқы, жұмыртқа, шекер, тұз болады. Салмасына біздер картошка пюре саламыз, қуырылған пияз, майонез, балық и үстіне сыр. 15 граммдан 30-45 грамм сыр саламыз. Енді бірінші қамырымызды қойып аламыз. Бірінші не саламыз? 150 грамм сүт салынады. Таразыда бәрін ингредиенттерді өлшеп саламыз. 150 грамм. 100 грамм су. Су мұздай болу мүмкін, потому что көтеріледі. 100 грамм су. Ашытқы. Құрғақ ашытқы болса, бізде 5 грамм или 7 грамм салуға болады. Бізде бүгін мынандай сырой дрожжи дейді, кондитерский сырой дрожжи, хлебопекарный. Оны 25 грамм саламыз. Сосын бізге маргарин 250 керек, қанжеде маргарин. 250 маргарин 54%, біздер бүгін 82% маргаринді саламыз. 80% маргарин, ол сливочный маргарин деп айтылады. Сливочный май сияқты. 250 грамм. Осы қамырдың ішіне 10 грамм тұз салынады. Технология бойынша 1 кило ұнға 20 грамм тұз салыну керек. Мына жерге бөлініп 10 грамм тұз салынады. 15 грамм шекер салынады. 15 грамм шекер. Ұн саламыз. Ұн жоғары высший сорт 650 грамм салынады. Ұнды елгезерден өткізгеміз 650 грамм. Енді оны мәжеде кішкентай тестаментіңізді жоқ деген насарқыда минимальный скоростьқа қоямыз. Минимальный скоростьта 5 минут айналады, кейін тағы да 7 минут уже максимальный скоростьқа қоюға болады. Қамыр дайын болғанша біз тас салмағын дайындаймыз. Салмағымызға картошка пюре 500 грамм. Мына жерде өлшенген 500 грамм картошка пюре и 150 грамм қуырылған пиязбен араластырғанбыз. Просто оған да уақыт кетеді, картошка пісуге, пюре дайындауға. Бүріш саламыз, қара бүріш 3 грамм саламыз. Өлшеніп қойған бәрі.
Араластырамыз, жақсылап араластырамыз. Салмағымыздың екі слойы болады. Бірінші слой картошка пюре, екінші слой бізде балық, скумбрия деген балық. Немесе свежий или немесе не консервадан қосуға болады. Скумбрия или сардина или тунец. Бізде бүгін скумбрия балық. Салмағы 350 грамм. Дайын, да? Қамырымыз дайын болды. Пешкадан шығарып аламыз. Қамырды елейміз. Қамырға дрожжи салынғандан кейін қамыр бір жарты сағат демалу керек. Бірақ бізде бүгін уақытымыз қысқа үшін біз уже мынаны дайындап қойып, мына жерге 30 минут қойып қойғанбыз. Мынау бізде уже дайын қамырымыз. Бұндай қазір қыздар жаяды. Тағы да бір қамыр дайындаймыз. Құрамында мынандай сүт, су, ашытқыш, жұмыртқа, шекер, тұз, маргарин салынады, бірақ мына жерге 10 грамм солод жидкий дегенде салады. Мынандай краситель қосылады. Екі түрлі қамыр болады. Бұл пирогның ең дәмді нұсқаларын түрі ғана емес, сонымен қатар өте арзан. Ашытқы қамыры көп май, сүт өнімдерін қажет етпейді. Ал ол қайнатылған сүт болса да болады ішіне салуға. Так, балық формамен келістіреміз. Балық сияқты істейміз. Олай, ұшыны. Келістіреміз. Балық сияқты. Теңіз балығымыз болады. Так, енді мынаны былай істейсіз. Оқсауға ораймыз. И листка. Қоямыз. Листка қойды. Так, енді Хамза Гулизар қалған қамырды жая береді. Камила мына жерге келіп бортик жасайды. Қалай бортик жасауға мына жерге бортик ішіне начинка салынады, салмақ. Начинка ағып кетпейді. Соған мынандай бортик істейміз. Мынандай лодка сияқты істедік. Енді соның ішіне салмақ саламыз. Бірінші слой бізде картоп пюре болады, екінші слой балық. Біреуіне болады, біреуіне жерге. Тоже ішінде несі болады, тоже салмағы болады ішінде. Соны екіге бөлеміз. Так, мынаны былай
Так. Нам ертеге бөлмейсің мына жерде. Енді ставка ертеге бөлмейміз. Мынаны үстіне қойып қоямыз былай. Қасына. Оны да бортик істейміз. Бортик. Бортик жасаймыз. Оның да ішіне начинка салынады. Салмақ салынады. Бортик істейміз. Бізде бал емес, ақылы. Мына жерге құйрығын сал. Оны да бортик дейді. Мына балиштің ішіне картоп пюре салынды. Қарғалымыз болды. Мына жерде де бар жерде салмақ бар. Енді бастаманың бұлай қабырды кесеміз. Екінші үстіне балықты саламыз. Оны езбей саламыз, бұлай сочек саламыз арасына. Екі түрлі қамырды алдық. Оны безату үшін біздер полоска сияқты істейміз. Размері где-то 2 сантиметр болады. Кесесіне. Басы үш бұрыш болып кесеміз бұлар. Басқа қамға болады.
Endi Kamila Iriskulova ko'zmen og'iz tiydi. Kichkina qamirdan o'zingizdan olasiz. Ko'z и og'iz. Domalab. Ko'zga bo'ladi. Her yerde parlatarki kameramız daim bo'ladi. Uramiz, bir-biriga jabishtiramiz. Asıl undan kerak. Или немесе oktavmen bulay bir jayib qo'yamiz. Asıl undaymış. Bir-birini jabishtiramiz. Endi bunday forma kalıp yaptık. Kesemiz. Bulay oktavga orayımız. Bulay koyup çıkarız. Ne? Bunday. Bulay bir-birini jabishtiramiz. Kuyrug'ini istaymiz. Bunday istaymiz. Birev daim bo'lsa, mana yerga o'rni olamiz. Yana животикini qo'yamiz. Xamirni bir-birini jabishtiramiz.
Начинкамыз жабылды. Енді ортасын безетеміз. Ортасына не қалсын? Орын қалсын, сырды. Қалған қамырларды жинап аламыз. Енді қамиласын сүрді түйекіден өткізіп алып. Өткізіп аламыз. Гүлизар, сен жұмыртқадан колер істе. Колердің. Камила, мынаны қандай қамырдан еще дайындауға болады? Дрожжевой, опарный, безопарный способпен дайындауға болады, иә? Құрамында не бар? Сүт, су, маргарин, шекер, күріш. Сырымыз дайын болды. Енді мына жерге сырларды саламыз. Жұмыртқа жағамыз. Жұмыртқаны жағамыз. Колерді. Бастан бастайсың. Настойка қанша минутқа қоямыз, Камила? Настойкаға неше минутқа қоялады, пирог? 40 градуста 30 минутқа қойылады. Ал қанша уақытта піседі? 35 минутта піседі, 30-35 минутта піседі. Ішінде начинка салмағы дайын. Міне колермен жабылды. Енді сыр саламыз. Мына жерлерге толтырып сыр саламыз. Сыр моцарелла или басқа бір сырлар болады. Салуға болады. Üstüne mayonez жағылады. Сонда сырымыз күймейді. Сондай пирогты өзіңіз де дайындасаңыз болады.
үй жағдайында. Пиязды мына жерде мына рецепт бойынша қуырылып салдық. Бірақ қуырылмай салуға да болады. Сыр салынды. Енді майонез аламыз. Мынандай мешочек корнетик деген кондитерский корнетикті салып шығамыз майонезді. Майонез бізде 67% 3 желание деген майонез. Бұлай полоска сияқты жағамыз. Майонез жағылғандан кейін сыр күймейді. Майонез жағылмаса сырымыз күйіп кетеді. Соның үшін майонез жағылады. Майонездің орнына қаймақ салуға болады. 20% или 25% қаймақ салуға болады. Вот, дальшымыз дайын болды. Енді расстойкаға 30-40 градусқа салынады. 20-30 минутқа. Сонда қамыр жақсылап көтеріліп, әдемі болады. Мына жерде расстойкаға бөліза салады. Осы процесті көрсетіп, расстойкаға қойды. Расстойкада тұрады, кейін печкада, бізде Китай печка 210-да қойылған, температурасы қызыған печкаға қойылады, 30-35 минутта піседі пирог. Мына жерде үсті асты бар, үсті де асты, осы 1 градуста піседі. Асты тез қызарса, астының несін түсіреміз температурасын 180 деп қоямыз. Уақытымыз Біз барлық процесстерді көрсетуге тырыстық, және де осы аталған процесстердің барлығын үй жағдайында істеулеріңізге болады. Бірақ біздің уақыттың шектелуіне байланысты біз алдын ала, бірақ только тек қана пісіруіміз ғана қалған болатын. Сол себептен біз сәндеп алдын ала пісірген балық бәлішімізді көрсетіп жатырмыз. Піскенден кейін мынандай болады, балық бәліш. Сыр майонезде мынандай слой болады. Әдемі, өте күшті, дәмді. Піскенден кейін ал бастан кесеміз. Басын кесіп көреміз солай. Пышақ әкелші. Және қазір сіздерге органолептикалық сипаттама беріп өтеміз, кесіп қалай болғандығы. Начинкасы бәрі салмағы түскен, қамыр көтерілген, жұмсақ, және дәмді. Ас.